жасалады. Фиилдің жасалуы фиил тикарынан екі түрлі жолменен жасалады. Бірінші, фиил һәм басқа да сөз жақапларына фиил жасаушы қосымтаның қосылу арқылы дөренді фиил жасалса, екінші, екі мәнілі сөзлердің қосылуынан қоспа фииллер жасалады. Дөренді фииллерді қалай жасалуына мысалларменен түсіндірсем, дөренді фииллерге мысалы, бұларда атауыш сөздерден фиил жасалғаны, яғни фиил жасаушы қосымтаның қосылу арқылы жасалғаны, һәм де фиил сөздерге фиил жасаушы қосымта қосылу арқылы дөренді фииллер жасалуын айтып өтемін. Бірінші, атауыш сөздерден фиил жасаушы қосымталар қосылу арқылы фиил жасалғаны мысаллармен түсіндірсем. Лале қосымтасы. Лале қосымтасы атлық, келбетлік, санлық, рәуш, басқа сөздерге жалған фииллер жасалады. Мысалы, басла, базарла, қолла, дзерле деген фииллер атлықтан жасалса, ақла, жақсыла, үшле, бірле, жақынла, жоқарла деген фииллер келбетліктен жасалып тұрыпты. Сондай-ақ санлықтан, рәуштен жасалып тұрыпты. Ар, ер, ыр қосымталары келбетліктен фиил жасайды. Мысалы, ағар, көгер, тазар, жаңар. Сондай-ақ ай, ей, и қосымталары келбетлікке, гейпары атлықларға һәм рәушлерге қосылып, дөренді фиил жасайды. Мысалы, тар ай келбетліктен жасалып тұрды, кеңей келбетліктен жасалып тұрды, молай рәуштен жасалып тұр, қара, қарай, ұзай келбетліктен жасалып тұрды. Бұларда көбей рәуштен жасалып тұрды. Демек, бұларда фиил жасаушы қосымталар, яғни дөренді фииллер. Кейін а, е қосымтасы атлықтан фиил жасайды. Мысалы, от, ота, түн, түне, ойын, ойна, жиын, жиына, сан, сана, тіс, тісе сияқлы. Бұл жерде жаңағы ойын деген сөздерде, мысалы, а қосымтасы фиил жасаушы қосымта қосылған уақытта ойын сөзіндегі сесі харбі түсіп қалған, солай жазылып тұрыпты. Жиын дегенде де сондай жағдай болып тұрыпты. Қар, кер, ғар, гер қосымталары атлық сөздерге қосылып дөренді фиил жасайды. Мысалы, басқар, ескер, суғар, аңғар сөздері. Лан, лен қосымталары атлық һәм келбетліктен фиил жасайды. Мысалы, қару, қарулан, кеуіл, кеуіллен, шад, шадлан, есерсоқ, есерсоқлан, кішпейіл, кішпейіллен. Қосымталар өнімсіз қолданылып келеді. Бұлар рәуіш, ерекілеуіш сөздерден фиил жасайды. Мысалы, кең, кеңі, бек, бекі, бай, байы, жуас, жуасы, кем, кемі, бұрқ, бұрқы, мүңк, мүңкі, шарп, шарпы. Қосымталары атлық, келбетлік, санлық, рәуштен фиил жасайды. Мысалы, боз, бозық, тот, тотық, дем, демік, дәм, дәмік, жол, жолық, от, отық, орын, орнық, бір, бірік, кеш, кешік. Се, сын, сін, сыра, сіре, сыт, сет қосымталары мәнілік жақтан бір-біріне жақын болады. Олар атлық, келбетлік, алмасы һәм рәушлерге жалғаны фиил жасайды. Мысалы, адамсы, баласын, жүрексін, арсын, жерсін, батырсын, қызықсын, ауырсын, қиынсын, менменсін, өзімсін, көпсін, қансыра, ұйқысыра, хәлсіре, жетімсіре, жалғызсыра, сүйрексіт. Кейінен ыра, ре, ра, ре қосымталар. Бұл атлық, келбетлік һәм еліклеушілерге қосылып фиил жасайды. Бұл қосымталар гипара сеске еліклеушілерден дөренді фиил жасап келгенде тек арғы түбірі менен қосымтаның арасында ың сесі естіледі һәм жазылады. Мысалы, тұмаура, қуыра, жылтыра, жарқыра, жылтыра, күркіре, мөңіре, мәңіре. Бұл жерде
естілген уақытта қолайсыз болып, басқаша сөздердей болып естіліп атырыпты, бірақ бұл жерде беттің қосымталары қосылады. Анықлық мейілдің қосымталары қосылған уақытта күндегі сөздеріміз екенлігі белгілі болады. Біріншіден қосымта қосылған уақытта сәл өзгеше болып тұрды, түсініксіздей болып тұрды, бірақ гәптің арасында қосылған уақытта, мысалы алыстан бір ешкі мәңіреді десе, мәңіреді едік қой, мәңіреді. Мысалы үшінші беттің қосымтасын қосқан уақытымызда, бұларды айтқан уақытта, үйренген уақытта, сол үшінші бетті, екінші беттің, бірінші беттің қосымталарын қосып көрсеңіз, күнделікті айтып жүрген, күнделікті естіп жүрген сөздеріміз екенлігі белгілі болады. Енді